Барлықтарыңызға сәлем, сүйкімді оқырмандарым. Бүгін мен осындай өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын булочкалар пісіретін боламын. Үйдегі бар заттармен өте оңай. Ол үшін біз ыдысымызға жылы сүт, су, сұйық май, бір жұмыртқамызды және шым тұз қосып араластырамыз. Және араластыра отырып қантымызды саламыз. Сосын дрожжімізді саламыз. Бір араластырамыз да ұнымызды салып өте жұмсақ қылып қамырлаймыз. Мен ванилин салдым, ванилин қоспасаңыздар да болады. Жұмсақ қамырымызды 2 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Енді ашыған қамырымыздан булочкалар жасайтын боламыз. Осылай кішкентай күлшелерге бөліп аламыз да булочкалардың формасын жасаймыз. Бір түрін мен начинкамен жасадым, өріктің джемімен, бірақ менің балаларым жақсы көрмейді начинкамен. Сол үшін мен көбісін без начинки жасадым, ештеңе қоспай. Екінші түрін рогалик тәрізді жасадым. Осылай ортасынан сұйық маймен қант қана себе саламыз. Осылай видеодағыдай орап рогалик жасадым. Және де осы жасалған барлық булочкаларымызды формаға салып 15 минутқа қойып қоямыз, тындырып. Бұл қамыр тағы да көтеріледі. Үшінші түрі, жүрекше түрі, булочканың плюшки дейді ғой. Сондай. Тура осы видеодағыдай жасасаңыздар әдемі болып шығады. Формаға салдым. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып, әдемілеп 180 градуста пеште 20-25 минут пісіреміз. Мына осылай қып-қызыл болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.